Сәлеметсіз бе? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізге Әбдіжаппар Әлқожа мен Саят Медеуовтың орындауындағы керемет ән «Шамалымсыңды» домбырада толық үйрететін боламын. Ендеше назарыңыз менде болсын. Әнді үйренуді бастамас бұрын жалпы домбырадағы әуенін бір рет тартып өтейін, мұқият тыңдап отырыңыз. Егер осы керемет әнді сіз де домбырада үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ендеше әннің куплетін үйренуді бастайық. Алғашқы қатарындағы сөздер «қарақат көзді қарағым». Осы сөздерді домбыраға саламын, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен қарақат көзді қа деген сөздерді біз ашық тұрып айтамыз, ешқандай пернені баспаймыз, алты қағыс қағамыз, ашық. Үнемі қағыста алма-кезек істейміз, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Қарақат көзді қа. Байқап отырсаңыздар, бұл сөздің әр буыны әр қағысқа сай келеді, сондықтан 6 буын болғандықтан 6 қағыс жасадық. Енді ра деген сөзді біз екінші пернені басып айтамыз. Мен екінші пернені бірінші саусағыммен бастым, ал кішкентай саусақпен төртінші пернені осылай бастым. Яғни мен екінші пернені екі саусақтап ұстадым. Енді осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ра. Ал ғым деген сөзді 6-шы пернеге қарай жылжимыз. 6-шы пернені де екі саусақтап ұстасақ осылай болады. Бірінші саусақпен 6-шы пернені басамыз, ал екінші саусағымызбен 7-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Ғым. Бірінші қатар былай шықты. Қарақат көзді қарағым. Міне осылай шықты. Енді екінші қатарға көшейік. Бірінші қатарды толық меңгеріп алдыңыз деген үміттемін. Енді аймалап ескен самалың. Екінші қатардың сөздері осындай. Енді аймалап ескен са деген сөздердің барлығын тағы да ашықтан бастаймыз. Мен қазір дәл жаңа үйренген бірінші қатардағы әуенді екінші қатарда да орындаймын. Аймалап ескен са. Осылай 6 қағыс ашық ойнадық. Енді ма деген сөзді екінші пернені басамыз. Тағы да дәл жаңағыдай екі саусақтап ұстаймыз. Және осы жерде тағы да бір қағыс жасаймыз. Ма. Лың деген сөзді 6-шы пернеге қарай барамыз. Дәл жаңағыдай екі қағыс қағамыз. Лың. Жалпы аймалап ескен самалың. Жалпы осылай шықты. Яғни сіз түсінгендей бірінші қатар мен екінші қатардың әуені домбырада бірдей. Енді үшінші қатарға көшейік. Шарлатқан шаттық аралым. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Шарлатқан шаттық а деген сөздерді біз 4-ші пернені басып айтамыз. 4-ші пернені екі саусақтап ұстағанда осылай бірінші саусақпен бірінші пернені басамыз, ал кішкентай саусағымызбен 6-шы перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Бас бармақ жоғарғы жағында осылай тұрсын. Және осы жерде тұрып тағы да 6 қағыс қағамыз. Шарлатқан шаттық а. Жалпы сөздер тағы да буынға бөлген сияқты болдым. 6 буынға сай 6 қағыс жасадым. Және одан кейін ра деген сөзді 9 мен 7-ге қарай барамыз. Мінекей. Екі саусақтап ұстадым 7-ші пернені. Бірінші саусақмен 7-ні бастым, ал кішкентай саусағыммен 9-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Мінекей. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ра. Ал ғым деген сөзді, ра, лын деген сөзді 2 мен 11-ге қарай барамыз. Мінекей. 2 мен 11-ді осылай ұстаймыз, екі саусақтап.
12 мен 11-ді. 11-ді бірінші саусақпен бастым, ал екінші саусағымен 12-ші пернені осылай жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Неге екі саусақтап осылай ұстайсыз. Және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Жалпы үшінші қатар домбырада былай шығу керек. Шарлатқан шаттық аралым. Үшінші қатар сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді төртінші қатардағы ең соңғы сөз, бір-ақ сөз бар, өзі бір қатарда, маралымсың деген сөз. Ең алдымен ма деген сөзді дәл жаңа тұрған орнымызда, яғни біз жаңа үшінші қатарда ең соңғы қағысымыз 12 мен 11-ді осылай ұстадық, екі саусақтап, дәл осылай бірінші саусақпен 11-ді бастық, ал екінші саусағымыз 12-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басып тұр. Мінекей. Енді дәл осы жаңа біз жасаған екі қағыстан бөлек бұл жерде тағы да бір қағыс қағамыз. Ма деген сөзді осы жерде айтамыз, бір ғана қағыс қақтық. Енді ра деген сөзді жоғары қарай көтерілеміз. 9 пен 11-ді осылай екі саусақтап ұстаймыз. 9-ші пернені мен бірінші саусақпен бастым, ал кішкентай саусағыммен 11-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Екі саусақтап ұстадық. Енді осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Ра. Одан кейін лом деген сөзді 7 мен 9-ды басамыз, екі саусақтап, 7-ші пернені бірінші саусақпен ұстадым, ал кішкентай саусағым 9-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай ұстайды. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ал сың деген ең соңғы буынды біз 6 мен 7-ні осылай ұстаймыз. Яғни 6-шы пернені бірінші саусақпен басамыз, екінші саусақ 7-нің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басады. Неге? Және осы жерде тұрып там, татам, там деген 8 қағысты жасаймыз. Яғни жалпы ең соңғы қатар былай шығу керек. Жалпы әннің куплеті домбырада қалай орындалатындығын бір рет толық орындап көрсетейін. Жай тартамын, мұқият қарап отырыңыз. Сіздікі де осылай шығу керек. Қарақат көзді қарағым, аймалап ескен самалым, шарлатқан шаттық аралым, маралымсың. Жалпы куплет осылай шығады. Байқағаныңыздай бұл әнді мен қазір ғана шертіп тарттым, яғни бірінші саусағыммен домбыраның астыңғы ішегін әр қағысты осылай жай алып отырамыз. Бұл әнді жалпы осылай шертіп жай тартсаңыз да болады, немесе жаңа басында бір рет тартып көрсеттім ғой, солай тез қағысқа салсақ та болады. Жалпы мен тез қағысқа қалай салу керектігін және екі саусақтап қалай ұстау керектігін каналыма кіріп көрсеңіз, видео сабақтарымда үйреткен болатынмын. Соған қарап үйренсеңіз өте оңай болады. Және де дәл қазір мен бұл әнді де сол тез қағысымызға салып көрсетемін. Жай орындап көрсетемін. Мұқият қарап, осыған қарап өзіңіз де тез қағысқа салсаңыз болады. Ендеше әннің қайырмасын үйренуді бастайық. Сізге куплеті түсінікті болды деген ойдамын. Қайырмасындағы алғаш қатарындағы сөздер еркесі еркін даланың. Ең алдымен еркесі ер деген сөздерді біз жетіге барып айтамыз. Жетіні бірінші саусақпен басамыз, ал кішкентай саусағымыз 9-шы перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басады. Бас бармақ жоғары жағында тұрсын. Және осы жерде тұрып 4 қағыс қағамыз. Еркесі ер. Одан кейін еркесі ер деген сөзді жетіде тұрып 4 қағыс жасап айттық. Енді кін деген сөзді
алтыға қарай жылжимыз. Алтыны да екі саусақтап ұстаймыз. Бірінші саусақпен алтыншы пернені бастым, ал екінші саусақпен жетінші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Және осы жерде бір қағыс қағамыз. Күн. Одан кейін да деген сөзді 11 мен 9-ға қарай түсіп айтамыз. Мінекей 9-шы пернені мен бірінші саусақпен бастым, ал кішкентай саусақпен 11-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Және осы жерде бір қағыс қағамыз. Да. Одан кейін ла деген сөзді 7-ші пернеге қарай жылжып айтамыз. Дәл жаңағыдай осылай екі саусақтап ұстаймыз. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ла. Ал ның деген сөзді 4-ке қарай жылжып айтамыз. Мінекей 4-ші пернені екі саусақтап ұстаймыз. Бірінші саусақпен 4-ті бастым, ал кішкентай саусағыммен 6-шы перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Жалпы қайырмасындағы бірінші қатар былай шығу керек. Еркесі еркін даланың. Осылай шықты. Қағыстарды алма кезек емес, осылай шертіп тартсаңыз да болады. Себебі алма кезек қақса кей кездері бұл әнде сәйкес келмейді екен. Енді екінші қатардың сөздерін домбыраға салайық. Байлаулы саған жанарым. Ең алдымен байлаулы са деген сөздерді біз 6-шы пернені басып тұрып айтамыз. Мінекей мен бірінші саусақпен 6-шы пернені бастым, ал екінші саусақпен 7-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Бас бармақ жоғарғы жағында тұрады. Және осы жерде тұрып 4 қағыс қағамыз. Байлаулы са. Одан кейін ған деген сөзді 4-ші пернеге қарай жылжып айтамыз. 4-ші пернені екі саусақтап ұстаймыз. Дәл жаңа үйреткенімде ешқандай өзгеріс жоқ. 6-ші перненің жоғары жағындағы ішекті кішкентай саусақпен, бірінші саусақпен 4-ті басамыз. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ған деген сөз, одан кейін жанарың деген сөздің жа деген сөзін қайтадан 7-ге түсіп айтамыз. Мінекей 7-ші пернені дәл жаңағыдай екі саусақтап ұстаймыз осылай. Және осы жерде бір қағыс қағамыз. Жа. На деген сөзді 6-ші пернеге қарай жылжимыз. 6-ші пернені дәл жаңағыдай екі саусақтап осылай ұстаймыз. Және осы жерде бір қағыс қағамыз. На. Рым деген сөзді 2-ші пернеге қарай жылжып айтамыз. Мінекей 2-ші пернені екі саусақтап былай ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2-ні басамыз, ал кішкентай саусақпен 4-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Жалпы осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Рым. Жалпы екінші қатар былай шығу керек. Байлаулы саған жанарым. Осы жерде одан кейін енді үшінші қатардың сөздерін домбыраға салайық. Көңілді бұзған қамалым. Көңілді бұз деген сөздерді біз 4-ті басып айтамыз. Мінекей 4-ші пернені бірінші саусақпен басамыз, ал кішкентай саусағымызбен 6-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Және осы жерде тұрып 4 қағыс қағамыз тағда. Көңілдің бұз. 4 қағыс. Одан кейін ған деген сөзді 2-ші пернеге қарай жылжимыз. Оны да екі саусақтап ұстаймыз. Дәл жаңағыдай бірінші саусақпен 2-ні бастым, кішкентай саусақпен 4-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ған. Одан кейін қа деген сөзді 6-ші пернеге қарай жылжып айтамыз. Екі саусақтап дәл жаңағыдай ұстаймыз осылай. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Қа. Одан кейін ма деген сөзді 4-ші пернеге қарай жылжимыз. Оны да дәл жаңағыдай екі саусақтап ұстаймыз. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ма. Лын деген сөзді 1-ші пернеге қарай жылжып айтамыз. Мінекей. Бірінші саусақпен 1-ді бастым, ал кішкентай саусақпен 3-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Бас бармақ осылай жоғары жағында тұрады. Және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Ма, лын. Жалпы үшінші қатар былай шығу керек. Көңілдің бұзған қамалын.
Ал енді қайырманың ең соңғы қатарындағы сөз жамалымсың бір ғана сөз. Жалпы бұл қайырма екі түрлі жолмен аяқталады. Яғни бірінші аяқталуында мен қазір үйретемін ең соңғы сөзін, ал екінші аяқталуында ең соңғы сөзде ғана осы жамалымсың деген сөзде ғана өзгеріс болады. Енді мен сізге қайырманы бірінші тартқанда, аяқтағанда қалай болатындығын көрсетейін. Ең соңғы сөз жамалымсың. Ең алдымен жа деген сөзді төртінші пернені басып айтамыз. Мінекей, төртінші пернені екі саусақтап ұстадық. Бірінші саусақпен төртінші пернені бастық, ал кішкентай саусақпен алтыншы перненің жоғарғы жағындағы шекті бастық. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ша, ма деген сөзді екінші пернеге қарай жылжимыз. Мінекей, екінші пернені екі саусақтап ұстадым, бірінші саусақпен екінші пернені бастым, ал кішкентай саусағыммен төртінші перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Ма, лым деген сөзді қайтадан төртке қарай жылжып айтамыз. Төртінші пернені дәл жаңағыдай екі саусақтап ұстаймыз. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Лым. Ал сың деген ең соңғы сөзді алтыншы пернені басып айтамыз. Мінекей, екі саусақтап ұстадым, бірінші саусақпен алтыншы пернені, ал екінші саусақпен жетінші перненің жоғарғы жағындағы ішекті басамыз. Және осы жерде там, татам, там деген 8 қағысты орындаймыз. Сың, там, татам, там, там, татам, там. Жалпы 8 қағыс болады. Енді осы ғана негізінде оңай. Енді сіз екінші қайырманы екінші аяқтауда қайтем деп ойлап отырған боларсыз. Ол кезде сіз дәл жаңа үйреткен үш қатарды қайталайсыз. Үш қатардың сөзі де өзгермейді, қағыста ешқандай әуені өзгермейді. Ал осы ең соңғы қатардағы ең соңғы сөз жамалымсың деген осы сөз ғана өзгереді екінші аяқталуында. Бұл аяқталуында жамалымсың былай болады. Мұқият қарап отырыңыз. Жа деген сөзді төртінші пернені ұстап айтамыз. Мінекей, бірінші саусақпен төртті бастым, кішкентай саусақпен алтыншы перненің жоғарғы жағындағы шекті бастым. Яғни төртінші пернені екі саусақтап ұстадым. Енді осы жерде бір қағыс қағамыз. Жа, ма деген сөзді екінші пернеге қарай жылжып айтамыз. Мінекей, екінші пернені бастым, екі саусақтап ұстадым жаңағыдай. Осы жерде екі қағыс қағамыз. Ма. Ал одан кейін лым деген сөзді біз жаңа бірінші аяқталуында 4-ке барып айтқан едік. Ал бұл екінші аяқталуында лым деген сөзді бірінші пернеге қарай жылжып айтамыз. Мінекей, бірінші пернені екі саусақтап ұстадым, бірінші саусақпен бірінші пернені, ал кішкентай саусақпен үшінші перненің жоғарғы жағындағы шекті осылай басамыз. Бас бармақ жоғары жағында тұрсын. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Лым. Одан кейін сың деген ең соңғы сөз айтатын кезде ашық ортаны тартамыз. Там, татам, там, сың. Сізге қайырма жалпы түсінікті болу үшін қайырманың 2 рет аяқталуында қазір толық тартып көрсетемін, жай орындаймын. Жалпы сіздікі де осылай шығу керек. Мұқият қарап тыңдап отырыңыз. Еркесі ерке даланың, байлаулы саған жанарым, көңілді бұзған қамалын, жамалымсың. Енді екінші аяқталу, яғни сіз қайырманы екінші рет қайталайсыз. Еркесі еркін даланың, байлаулы саған жанарым, көңілдің бұзған қамалын, жамалымсың. Жалпы бұл әнде 3 куплет және 3 қайырма бар. Яғни бір қайырманы қайталай бермейсіз, басқа әндер сияқты сөздері де ауыса береді. Мысалы, бұл бірінші қайырманың сөздері болатын. Ал екінші қайырманың сөздерінде дәл осы әуенге саласыз, үшінші қайырманың сөздерінде дәл осы әуенге саласыз. Жалпы сізге қайырма түсінікті болса, мұның да тез қағысқа салғандағы түрін көрсете кетейін. Жай тартамын. Мен сияқты шертіп тартсаңыз да болады, немесе осылай тез қағысқа салсаңыз да болады.
Жалпы сіз проигрыш ретінде осы қайырманы ойнайсыз. Қайырманы түгел ойнайсыз. Яғни сіз бірінші аяқталуында, екінші аяқталуында ойнайсыз. Осылай ұзақ болады проигрыш. Проигрышты бір рет ойнап көрсетейін. Яғни қайырманың әуенін толық тартып болғаннан кейін бірінші куплетті орындайсыз. Одан кейін бірінші куплет толық орындап болғаннан кейін бірінші қайырманы орындайсыз. Қайырманы осылай екі аяқталу жолмен, яғни екі рет қайталап орындайсыз. Одан кейін екінші куплетті толық орындайсыз. Одан кейін екінші қайырма, яғни қайырманың да сөзі ауысады. Жаңа айтқанымдай, екінші қайырманы да осылай екі аяқталу жолмен толық екі рет қайталап орындайсыз. Одан кейін проигрышты тағы да бір рет орындайсіз. Дәл жаңағы қайырманың әуенін толық орындайсыз проигрыш ретінде. Одан кейін үшінші куплетті кейін үшінші қайырма, оны да екі рет қайталайсыз, екі аяқталу жолмен. Одан кейін тағы да бір рет проигрышты ойнасаңыз да болады. Осы әуенді жалпы тыңдап көрген болсаңыз, соңында проигрыш тағы да бір рет болады. Ал егер өзіңіз қаласаңыз, проигрышты ойнамай әнді аяқтасаңыз да болады. Жалпы сізге барлығы түсінікті болу үшін әнді толық домбырада бір рет орындап көрсетейін. Тез қағыспен және екі саусақтап ұстап тартамын. Мұқият қарап отырыңыз. Қарағым, аймалап ескен самалым, шарлатқан шаттық аралым, маралымсың. Еркесі еркін даланың, байлаулы саған жанарым, көңілдің бұзған қамалым, жамалымсың. Еркесі еркін даланың, байлаулы саған жанарым, көңілдің бұзған қамалым, жамалымсың. Еңселген ойдан арылып, нұрыңа әрке сағынып, саңына қалдым бағынып, махаббаттың. Асылдан алқа тағылып, сәулесі күнге шағылып, қасымнан жүрші табылып, шапағатым. Асылдан алқа тағынып, сәулесі күнге шағылып, қасымнан жүрші табылып, шапағатым. Сенімсіз сенсіз ертеңім, гүл қызыл өзің өлкенің түсімдегі. Үрлеген жүрек желкені, көз тоймас менің көркемін, сенімсіз күйген шертемін түсімені. Үрлеген жүрек желкені, көз тоймас менің көркемін, сезімнің күйін шертемін түсімені.
жалпы ән домбырада осылай шығу керек. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.